Bir-birin sıylay biletin, bir-birin tınday biletin, bir-birin sizdep turratın, bir-birin izdep turratın, bir-birin kolday allatın, bir-birin korgay allatın, bir-birin maqtap şöhretin, bir-birin şaxtap şöhretin, Qazaqты көрgüm keledi. Жақсылық үшін жарысқан, жамандық пенен алысқан, кең байтақ мына далада тұлпарын мініп шабысқан, Қазақты көргім келеді. Bir-birin batır qılatın, bir-birin batıl qılatın, bir-birin allalamaytın, bir-birin tabbalamaytın, bir-birin yelip şürretin, bir-birin demep şürretin, bir-birin жақсы көреtin, bir-birin bauыр көреtin, Қазақты көргім келеді. Жақсылық үшін жарысқан, жамандық пенен алысқан, кең байтақ мына далада тұлпарын мініп шабысқан, Қазақты көргім келеді. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесеңіздің бәрі бос, малыңды жауға, басыңды дауға, қор қылма қорға, татулас. Жақсылық үшін жарысқан, жамандық пенен алысқан, кең байтақ мына далада тұлпарын мініп шабысқан, Қазақты көргім келеді. Жақсылық үшін жарысқан, жамандық пенен алысқан, кең байтақ мына далада тұлпарын мініп шабысқан, Қазақты көргім келеді. Қазақты көргім келеді. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i ve imamil mursalin seyyidina nebiyyina ve ala alihi ve ashabi ecmain. Amma ba'd. Muhtaram Қазақ халқы, мынау елімізде болып жатқан індетке байланысты Аққорған, Түгіскен ауылы қайырымдылық жасап, 3-4 ірі қара сойып, уақ малдар сойып, 40-тан аса тұрмысы төмен отбасыларға жәрдем жасап, ауылдың маңындағы имамдардың барлығына көмектесіп, оларға да қайырымдылық жасап, осындай істің басында жүрген имамдарға да рахметтерін айтып, өзі шариатта садақа раду бәлә дейді, садақа келатқан бәлені қайтарады дейді. Еліміз болып, барлық жерлерде құрбандықтар шалынып жатыр. Міне Түгіскен ауылының халқына Алланың нұры жаусын, істеген істерін Алла қайырлы қылсын, елімізге береке берсін. Осындай қиын қыстау кезде бір жерден табылатын халқымыздың үйімшілдігін осы індет бізге танытып көрсетті. Барлық Түгіскеннің жастарына, ақсақалдарына, имамына, әкіміне, барлығына Алланың нұры жауып, елдері тыныш болсын, мына келген аурудан аман есен құтылып, больницада ауырып жатқандары болса үйлеріне аман есен қуанышпен оралсын.
Allah Taala barlıq жақсылықты сол ауылға тілейміз. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vessalamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ashabi ecmain. Ya Rabbi, hayır sahavat jasap atқан adamdардың барлықтарының қадамдарына береке берсін, дендеріне саулық берсін, әрбір істеген істерін хайырлы берекелі қылсын, адал кәсіптеріне береке берсін, бай дәулетті болсын. Мына елімізге келген індеттен аман есен құтылып кетейік. Алла Субханала Тағала қуанышты күндерде жүздескенше Алла Тағала барлығымызға хайырлы бақытты өмір берсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла Тағала бүкіл әлемді жаратып тұрып, бүкіл әлемге айтқан екен, мен сендерге бүгін бір аманат бердім. Егерде сол аманатқа кім қиянат қылса, бақытты баянды бол. Егерде кімде-кім сол аманатқа қиянат қылатын болса, ол азап шегеді дегенде. Сонда бүкіл әлем жаратылып тұрып, ол не нәрсе дегенде, ол махаббат дейді. Ол деген сүйіспеншілік дейді, махаббат деген не сүйіспеншілік дейді. Адам оның махаббатты өзіне жаратылысы қабылдаған, аманатты қабылдаған кісі әр уақытта мейірімді шапағатты болып тұру керек дейді. Жүзінен бір сондай сүйіспеншілік болып жан-жағына осындай нұрын шашып тұру керек дейді. Егер де оған қиянат қылса, өзіне азап депті. Сондай-ақ мынау қазір еліміздегі әсіресе осы Төскен ауылының жігіттері, азаматтары бүгінгі таңда осындай құрбандық шалып, садақа қылып, жол-жұқаға және де мынау өзіміздің имамдарға да елдің тілегін тілеп отыр ғой деп ішінде құрбандық шалып, ішінде хаджа жасап екен. Алла Тағалам сол сияпаттарын қабыл қылсын және де шалып жатқан құрбандықтарын қабыл қылсын. Бұның өзі жан-жаға, жан-жағындағыларға тәубаға келіп, жан-жағындағыларға мейірім шапағатын төгіп, осы қазір өзі фитнаның уақыты да, қай жерде де болсын, кімде болсын, қазір біреудің кемшілігін жария жасап жатқан заман жоқ. Оның бәрін ысырып қойып, қазір осы жақсылықты көріп, тәубаға келіп, сол Алланың аманатына қиянат қылмай, мейірім шапағатты болып, егерде бір қиын, бір келеңсіз жағдайларды көріп жатса, бұл дұрыс ниетпен істеп жатыр ғой, бірақ соны келістіре алмай жатыр деп, соны жақсыға жарып жатса, сөйтіп әр уақытта жақсылығын асырып жататын қазір кез келіп тұр да, осындай заман болып тұр да. Біздерде қазір керісінше болып тұр. Сүрінгеннің көрсетіп, жан-жақтың бәріне үрей тудырып жатырмыз да. Осының бәрін тоқтату керек. Енді біздерге бір-ақ нәрсе, әрбір мұсылманы істеген амалын жақсылыққа бұрып, сөйтіп жақсылығын көрсете алсақ, мына Алла Тағалам біздің ниетімізге қарап үстіміздегі індетті алып кетеді. Міне соған жетсін әрқайсымызға. Енді тағы да сол аманатты алып жүретін, жүруге септігін тигізетін, және де сол аманатқа айырылып қалатын нәрсе бар дейді. Ол не нәрсе дегенде тілің дейді да. Алла Тағала айтады, сол тілді үш нәрсемен қаптап қойдым дейді. Жатпен, тілмен, еріммен дейді да. Егер де содан шығып кетіп, өсеген аяң айтып, біреулердің кемшілігін жария қылып жататын болса, көретін азап депті да. Мына қараңыздар, дәл осы заманда біз осы азапты не үшін көріп жатырмыз? Осы тілімізден көріп жатырмыз. Ыңғай жаман нәрселерді уағыздап, елдің бәрінің үрейін ұшырып жатырмыз да. Бұны тоқтату керек та. Біз жақсылыққа қарап мойынды бұруымыз керек. Кімде-кім жақсылыққа қарап бұрылса дейді, мен соны жақсылыққа жетсем дейді. Кімде-кім бойын жамандыққа қарап бұрса, мен жамандыққа тез жетсем депті Алла Тағала. Олай болатын болса, ей халқым, ағайыным, енді бүгіннен бастап бәрін қойып, жақсылыққа қарап мойынды бұрайықшы, жақсылыққа дұға жасайықшы. Кімде-кім бір жаман істеп жатса, я Аллахым, мынаны жаманнан қайтарып, жақсыға бағыштай көр деп айтайықшы. Алла разы болсын. Мына жаңағы Төскендегі жігіттерге, елге, жұртқа Алла разы болсын. Тілектерін қабыл қылып, жүзімізді жарқын қылып, көкірегімізде, жүрегімізде қорқынышты, ұялаған қорқынышты алып тастап, келешекке үмітті нәсіп болсын. Алла разы болсын.